Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымыз жасуша мембранасының құрылымы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланыс деп аталады. Оқу мақсатымыз жасуша мембранасының сұйық кристалды моделін пайдалана отырып, оның құрылымын, қасиеттерін, қызметі арасындағы байланысты орнату. Сабағымызда біз жасушаның сұйық кристалды моделін танысамыз және жасуша мембранасының қасиеттері мен қызметтерін сипаттайтын боламыз. Сабақ соңында сіз жасуша мембранасындағы әр бөлшектің қызметін түсініп, оның арасындағы байланыстарды тұжырымдайсыз. Балалар, мына суретке қарап, оның құрылысын еске түсірейік. Дұрыс, балалар, бұл плазмалық мембрана. Өткен тақырыпта біз жасуша қабырғасы және плазмалық мембранамен танысқан болатынбыз. Плазмалық мембрана немесе жасушалық мембрана жасушаның және жасуша ішіндегі бөлшектер, яғни ядроның, митохондрияның, пластидтердің бетінде орналасқан нәруызды липидті жұқа қабықша. 1972 жылы Сингер және Никольсон жасуша мембранасының сұйық мозаикалы моделін ұсынған. Бұл модельге сәйкес биологиялық мембрананың негізі фосфолипидтік би қабаттан тұрады. Ол мозаика тәрізді және оның ішінде нәруыз молекулалары орналасқан. Фосфолипид молекулалары гидрофилді және гидрофобты бөлшектерден тұрады. Нәруыз молекулалары аралшық түзе отырып, липидтердің теңізінде жүзіп жүрмеуі, кей жағдайда ол бекініп орналасуы мүмкін. Ондай құрылымдарға микрофиламенттер және микротүтікшелер жатады. Суретте көріп тұрғаныңыздай, бұл жасуша мембранасындағы би қабатты фосфолипидтер. Ал нәруыз молекулалары липидтердің гидрофобты ұштарымен әрекеттесетін нәруыздардың да гидрофобты ұштары болуы мүмкін. Және мембраналық нәруыздардың липидті қабықша бойынша орналасуына интегралды нәруыздар, жартылай интегралды нәруыздар және перифериялық мембраналық нәруыздар деп бөлінеді. Интегралды нәруыздар суретте көріп тұрғаныңыздай фосфолипидтік қабатты тесіп тұтас орналасады. Ал жартылай интегралды бұлар жартылай батып тұрады. Ал перифериялық нәруыздар липидті қабаттың бір жағына ғана жанасып орналасады. Сонымен қатар биологиялық мембранада фосфолипидті және гликолипидті, гликопротеидті заттардан басқа холестерин болуы мүмкін. Бұл мембрананың құрылысымен және оның құрамындағы бөлшектермен келесі видео арқылы танысып өтейік. Глядя на схему, мы легко замечаем наиболее часто повторяющиеся элементы. Так на схеме изображают фосфолипиды, в виде кружка изображена гидрофильная часть, а два хвостика – это гидрофобные хвосты из жирных кислот. Фосфолипиды образуют двойной слой, гидрофильные головки повернуты наружу, а гидрофобные хвостики внутрь. Внутреннее пространство мембраны образовано гидрофобными хвостами фосфолипидов. Гидрофильные части молекул образуют внешнюю и внутреннюю поверхности клеточной мембраны. Это мембранный белок, через него проходит канал. Молекула белка занимает всю толщину мембраны. Это молекула холестерина. Почти весь транспорт через мембрану выполняют специальные протеины. Большинство белков-транспортеров специфичны и переносят через мембрану определенные молекулы или ионы. Это внешняя поверхность мембраны. Она пластична и способна восстанавливать целостность при повреждениях. Гликопротеины имеют хвостики из углеводных цепочек на внешней поверхности мембраны. Вот так выглядит внешняя поверхность клеточной мембраны. Жасушалық мембрананың қызметі жасушаны қоршаған ортадан оқшаулайды, таңдамалы өткізгішті қасиетке ие, жасушаға заттардың енуін реттеп отырады, сонымен қатар сыртқы ортамен зат алмасу және энергиямен қамтамасыз ету қызметін атқарады екен. Пиноцитоз және фагоцитоз процестеріне қатысады. Биологиялық мембрананың өткізгіштік механизмі дегеніміз, яғни таңдамалы өткізгіштік, бұл заттарды таңдап белгілі бір қасиеттеріне қарап өткізе алады. Биологиялық мембрананың өткізгіштік механизмі екіге бөлінеді: жеңілдетілген тасымал
және белсенді тасымал. Жеңілдетілген тасымал дегеніміз бұл заттардың мөлшерлік айырмашылығына, яғни концентрациясына сәйкес арнайы тасушы белоктардың көмегімен өту. Унипорт дегеніміз жеке тасу, яғни бұл жерде молекула иондар басқа заттармен байланыспай тәуелсіз жалғыз өте алады. Симпорт дегеніміз басқа заттармен бірге байланыса отырып өту. Ал антипорт дегеніміз заттар мен иондардың бір мезгілде бір-біріне қарама-қарсы өтуі. Белсенді тасымал. Белсенді тасымал заттар мен иондардың арнайы энергия қуатын пайдалана отырып электрохимиялық градиентке қарсы ауысуы. Оған осмос қысымы арқылы заттардың өтуі жатады. Суретте көріп тұрғаныңыздай мембрана арқылы қарапайым диффузия процесі арқылы заттардың өтуі. Липидті қосқабат арқылы өтеді. Яғни оттегі сияқты, газдар немесе спирттер сияқты олар еркін өте алатындар. Б бөлімі липидті қосқабатта саңылау арқылы. Сонымен қатар арнайы нәруызды каналдар арқылы да өте алады. Ал егер унипорт, симпорт, антипортқа келетін болсақ, ол алдыңғы тақырыпшада айтылып өтілді. Білімді тексеру тапсырмасы. Суреттен жасуша мембранасының сыртқы және ішкі бетінің құрылысындағы айырмашылықтарды табыңыз. Екінші тапсырма. Модель не себепті сұйық мозаикалы деп аталады? Балалар, бұл суретте жасуша мембранасының сыртқы және ішкі беті көрсетілген. Сыртқы бетінде фосфолипидтік молекуланың гидрофобты, гидрофилді бөлшектері берілген және сыртқы бетінде орналасқан гликокаликс немесе гликопротеин және гликолипидтерді көріп тұрсыз. Гликопротеиндер ол глюкоза немесе қант молекулаларының белоктармен байланысуы, нәруыздармен байланысуы. Ал гликолипидтер дегеніміз бұлар көмірсулардың немесе гликокаликстің липидтермен байланысуы көрсетілген. Ал ішкі бетінде бұл беттік нәруыздар немесе перифериялық жанаспалы нәруыздар орналасқан. Ал неге бұл модель сұйық мозаикалы деп аталады? Яғни бұл жерде немесе бана видеода көрсетілгендей, олар өздерінің мозаикасын үнемі өзгертіп отырады. Егер жасуша мембранасы жарақаттанса немесе сырттан әсер еткен кезде, олар жарақаттың орнын толтырып немесе өздерінің құрылымын өзгерте отырып жасушаны қорғауды атқарады екен. Үйге тапсырма немесе оқу тапсырмасы. Бірінші тапсырма сурет бойынша жасуша мембранасының құрылысын анықтайсыз, яғни рет сандармен берілген құрылымдарды атайсыз. Екінші тапсырма картон, пластмасса материалдардан жасуша мембранасының моделін жасап көресіз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.